Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздерге осындай шоколадты пончиктің рецебімен бөлісемін сіздермен. Өте әдемі дастарханға қоюға да болатын шоколадты пончиктер. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Мен сіздерге рецептпен бөлісемін. Алдымен бірінші апарамызды дайындап аламыз, яғни қамырымызды, дрожжымызды алып, бір шай қасыққа толмайтындай дрожжды алдым, және де оныған үстіне 2 қасық қант қостым, яғни шекер қостым. Осы екеуін араластырып алдым да, бұлардың үстіне аздап ұн қостым, яғни төгіліп кетті, ештеңе болмас. Аздап ұн қостым, содан кейін бұны сүтпен араластыра бастадым, яғни апарамызды көтеру үшін азғантай сүт араластырдым, және азғантай жылы су құйсаңыздар да болады. Яғни сүтте, суда жылы болуы керек, сондықтан апарамыз сонда жақсы көтеріледі. Дайын болған апарамызды ыдысымызға құйып алдым, яғни апарамызды 10 минуттай қойып алдым, содан кейін барып қойып тұрмын. Енді осының үстіне 2 жұмыртқаны құйдым, жұмыртқаның сыртын бәрін жуып алдым. Одан кейін қант қостым, яғни азғантай 3 қасықтай шай қасықпен қант қостым. Көп қосқан жоқпын, қант көп болса, қазір қуырған кезде неғып кетер деп, күйіп кетер деп. Және қалған сүтімізді құйып тастадым. Қалған сүтімізді құйып, осыларды жұмыртқаны бұлғап алдым да, енді қамырымызды илеуге кірісеміз, яғни жұмсақ қамыр илейміз ол үшін. Қамырды алдым, осылай қолмен аздап иледім. Қамырды мөлшеріне қарай өздеріңіз қарайсыздар. Қамырларыңыз аздау болса, яғни аздап тағы да ұн қосып отырсаңыздар болады. Осылай бастырып алдым, қолға жабысып тұрды. Оны қолыма аздап сұйық май құйып алып, сол сұйық майдың көмегімен қолымдағы жабысқан қамырларды алып тастадым. Және бұнда азғантай сұйық май қолдарыңызға алып, азғантай сонымен бастырсаңыздар, илесеңіздер болады. Осыны дайын қамырды енді көтерілуге 35-40 минутқа қойып қоямыз. Қамырымыз көтерілді, 35-40 минуттың шамасында жылы жерге қойып көтерілдіріп алдым. Енді осылардан біздер шоколадты пончиктерді жасауға кірісеміз. Қамырды 2-ге бөліп алдым, өйткені көп болып кетер дедім. Бірінші бір бөлігінен пончиктерімізді жасап аламыз. Осылай қолыммен жайып шықтым, яғни оқтаудың көмегімен де жайып алсаңыздар да болады. Сәл-пәл нелеу болсын десеңіздер, жұмсақ болады, жұқалау болсын десеңіздер, өйткені аздап неғымаса бұны көтеріліп кетуі мүмкін пісірген кезде. Бірақ ол да жақсы, әдемі пончиктеріміз күшті болып көтеріліп шығады. Сондықтан қатты жіп-жіңішке жұқа қылудың да қажет жоқ, өте орташа неде қойсаңыздар болады, ысып алсаңыздар. Енді мен үлкен пончиктер жасамадым, яғни кішкентайларын жасайын деп, стаканның көмегімен кестім бәрін. Үлкен қылам десеңіздер, үлкен ыдыстың көмегімен осылай кесіп алсаңыздар болады. Мен кішілеу қылайын дедім. Ол әдемі, әрі дастарханға қойып атсаңыздар да әдемі, балаларға да жеуге ыңғайлы деп ойлаймын. Сол үшін шағын кішкентай қылып алдым. Одан кейін қолыма насатканың көмегімен орталарын бәрін тесіп шықтым. Осылай тесіп шықтым. Қалған кішкене ортасындағы қалғандарды алып қойсаңыздар болады. Оларды да қазір бауырсақ есебінде пісіріп аламыз. Сол үшін оларды бір-біріне біріктірмей әншейін бөлек алып қойса болады. Осылай барлығын ненің көмегімен, насатканың көмегімен бәрін жасап шықтым. Енді осыны сұйық майымызды құйып, ыдысымызға қуырып алуға болады. Сұйық майымыз қызды. Осылай барлығын біртіндеп салып шықсаңыздар болады. Бір-біріне жабысып қалмаса болды, тек жақындап. Сол үшін барлығын осылай пісіріп аламыз. Пончиктеріміз екі жағын қызартып тұрып, қызып тұрған сұйық майға пісіріп аламыз. Мен салдым, сковородкаға қаншалықты сыйды, сонша салдым. Екі жағын піскен жақтарын аударып отырып, осылай барлығын пісіріп аласыздар, яғни пончиктеріңізді барлығын пісіріп аласыздар. Мен осылай екі жағын ауыстырып отырып пісіріп алдым пончиктерімізді.
өте әдемі дөп-дөңгелек болып шықты. Енді арасында сәл бір-біріне қосылыңқырап кеткеннен дөңгелек формасының болмай қалғандары болды. Бірақ көбісі жақсы болып шықты, көтеріліп тұр. Енді міне кішкентай жаңа ортасынан шыққан бауырсақтарымызды, дөңгелектерімізді онда бауырсақ қылып пісіріп алсаңыздар болады. Мінекей қамыр салған кезде сковородкаға қызып тұрған майға күшті болып көтеріледі. Мінекей көтеріліп жатыр, бауырсақтарымыз домалақ болып, дөңгелек прям үлпілдек болып шығып жатыр. Мінекей осылай бәрі екі жағын бұның да ауыстырып отырып, бауырсақтарымызды пісіріп аламыз. Дөп-дөңгелек болып шықты. Ендігі жерде біз шоколадымызды ертіп аламыз. Қазақстан шоколадын ертіп едім, ол онша емес екен. Водяной баняде жаңағыдай суға неғып отырып ертіп алдым. Болмаса сіздер жаңағы неге ертіп алсаңыздар да болады. Микроволновкаға ол да болады. Мен суға водяной баняде істеп алдым да, суға неғып отырып ертіп отырып. Мінекей пончиктеріміз осы ерткен шоколадымызға бәрін салып шықтық. Мінекей күшті болып шықты. Енді ақ шоколадты алып, бетіне осылай өрнек салып шықсаңыздар болады. Мінекей керемет болып шығып жатыр. Мен әлгі дөңгелек шоколадты пайдаландым. Қазақстан шоколады ерімейді екен, сондықтан оны тастап басқа шоколад пайдаландым. Пончиктеріміз мінекей осындай болып шықты. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып кетіңіздер. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып кетіңіздер. Рахмет.